Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге шоколадқа малынған қазақтың ұлттық тағамы женттің рецебімен бөлісемін. Бұл қоспаның ерекшелігі тарыны қуыру арқылы өте жұмсақ, жентіңіз әрі дәмді болып шығады. Жентті жасау үшін ең алдымен тарыны тазалап бірнеше қайтара жуамыз. Одан кейін жуып болған соң оны табаға салып қуырамыз. Тарыны қуырып болғаннан кейін келесі кезекте ұнды алып, оны да қуырамыз. Ұн мен тары қызарғанша, яғни 7-8 минуттай қызартып қуырып алдым. Ұнды қуырған кезде үнемі араластырып отырмаса, асты қызарып күйіп кетуі мүмкін. Қоңырқайланып, қызарып қуырыла бастаған кезде астын өшіріп, тағы да араластырып тұрамыз. Достар, менің каналымда көптеген өте жеңіл жасалатын рецептер бар. Сол үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Келесі кезекте печеньені де үгітіп алдым. Блендер болмаса, оқтаумен үгітіп аламыз. Барлық қоспалар дайын болғаннан кейін бір ыдысқа саламыз. Ең бірінші қуырып алған ұнды дәл сол кесемен талқан және де келесі кезекте қантты да дәл осы ыдыспен саламыз. Үгітіп алған печеньені де салып, келесі кезекте майды дайындауға кірісеміз. Сары май мен тоң майды ерітеміз. Жентті ұзақ уақыт сақтау үшін топленый май, яғни ысытылған майды қосамыз. Топленый май болмаған жағдайда кәдімгідей майды отқа қыздырсақ, яғни суы буланып ұшып кетіп, тек қана таза май қалады. Дәл осы рецепт бойынша бауырсақты да ұсатып қосу қажет болған. Мен бауырсақ болмағандықтан оны қоспадым. Шоколад немесе глазурды ерітіп, арнайы формаларға құйып, ыстықтай күйінде қатырып аламыз. Осымен жентіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады.